Қайырлы күн, құрметті оқырмандар. Менің жасым 25-те. Кезінде Шымкент қаласынан арман қуып, ару қала Алматыға келдім. ұбт-дан жоғары балл жинап, грантқа түстім. Басында барлығы тамаша болды. Өзім негізі көрсе ел қызғарлықтай сымбатты қызбын. Көп жігіттер сөз салды, бірақ тәкаппар болып ешбіріне қарамадым. Солай уақыт өте, екінші курсқа өткенде киноға түсу туралы ойланып, кастингке қатыса бастадым. Бағыма орай тамаша фильмде қосалқы рөлде ойнайтын болдым. Сонымен күнделікті кино түсірілімдеріне барып жүрдім. Тамаша сәттер еді. Әлгі біздің киномызды қаржыландыратын Алматы қаласында атағы бар 46 жастағы бизнесмен кісі еді. Содан бір күні ол да түсірілім алаңына келді. Өзіне қыз таңдауға келгенде барлығымызға бастан аяқ қарап шықты. Содан маған көзі түсіп, ұзақ қарап кетіп қалды. 2-3 күннен соң қызықтың барлығы басталды. Керемет гүл шоқтары, асыл тасты бұйымдар. Ол әрине өзі әкелген жоқ, жүргізушінен беріп жіберіп отырды. Осылай 2-3 ай әбден еркелетіп, бауырда басып қалдым. Қысқасы, арада қалай уақыт өткенін білмей, оның төсегінен бірақ шықтым. Сірә байлығына басым айналған болар шамасы. Содан біз бейресми үйлендік. 2-ші әйелі болдым. Оның әйелі мені жек көретін, тіпті мені өлтіртпекші де болды. Ол әйелмен бірге тұрды, ал маған қаладан үй алып берді. Өзі күніге келіп тұрды. Қазіргі таңда есімді жия келе өз ісімнен ұяламын. Тастап кеткім келеді. Ол кісіден жиіркеніп тұрамын. Айналамда қаншама жап-жас жігіттер жүр. Ішім удай ашиды ойлансам. Ақшаның да мәнісі кетті. Үйден шығармайды мені. Басқа біреумен жүріп қоясың дейді. Есік алдына күзетші қойып қойған. Шаршап кеттім уже. Телефонды көтермей қойсам, айқай ұрыс, тіпті ұратынды шығарды. Жек көріп кеттім. Ажырасамыз деп айтсам, отбасыңды құртып жіберемін дейді. Амал жоқ, отбасым үшін төзудемін. Мен ол кісі үшін тек қана көңілдес сияқтымын. Келіп, шаруасын бітіріп кетіп қалады. Қайран жастық шағымай. Киноға түспегенімде мұның бірі де болмас еді. Қарғайтындарыңызды да, ақылдарыңызды айтып жерден алып жерге салатындарыңызды да білемін. Не дейін, барлығымызға сабыр тілеймін. Маған да қиын ол кісімен бірге болу, арада жылдар өтсе де арамызда бала жоқ. Екеуміз де дәрігерге тексерілдік. Кінәрат ол кісіден болды. Бірақ мен керісінше кінәрат менен деп айттым. Шынымды айтсам, одан бала туғымда жоқ. Әрине ол кісінің әйелі мені жек көреді. Қанша рет кешірім сұрадым. Кешегі күнге дейін кешірім сұрап келдім әпкеден. Жақында әпкемен сөйлесіп, екеуміз бір шешімге келдік. Құйтыртқы жоспарлар құрып, әлгі кісінің менен ажырауына мәжбүрледік. Ол кісі дүние мүлкін жақсы көреді. Негізгі себеп дүние мүлкіне тірелсе, ол мені де сатып жіберуге дайын. Кейбір тірліктеріне тіпті қаным қараяды. Менімен бір жерге барса, ақша санап тұрып алатыны, қанша жағдайы болса да түсір деп саудаласып кететін мінездері тіпті жиіркендіреді. Сол дүние қоңыздығы ма, ақыр соңында көніп ажырасатын болдық. Біз бәрібір заңды некеде емеспіз. Жай ғана мені көңілдесі ретінде пайдаланды. Басы тәтті, аяғы әшші болды. Бір бөлмелі үйді өзіне ап қалуға жанталасты. Мейлі деп қайтардым. Баста үйреніп кеткенше деп ескі көлік алып берген. Қазір оның лақсасы шығып тұр. Сатып ақша қылатындай да емес. Рас, әперген 3-4 алтыны бар. Бірақ жұмыс істей жүріп, оны өзімнің де алатын шамам бар еді ғой. Жасырып керегі не, көңілдесі бола жүріп, төсекте де ойымнан шығып көрмепті. Есесіне қанша уақыт жастық шағымда ұрлады. Мен мұны мақтанып жазып жатқаным жоқ. Жай ғана қыздарға сабақ болсын деп жаздым.